Сізге сұрақ қойып өтейін ба? Бір-екі сұрақ. Саламатсыз ба? Абылай хан қай жылдары өмір сүрді? Білесіз бе? 1711 дүниеден өткен жылы есіне болмай тұр. Жарайды. 1711 және 1781 жылдары. Екінші сұрағым, Абылай ханның шын есімі қандай? Әбілмансұр. Иә, дұрыс. Саламатсыз ба? Сізге бір-екі сұрақ қойып өтсем болады ма? Бір-екі минут уақытыңызды алсам. Иә. Бірінші сұрақ, Абылай ханның қасында ақылшысы, кеңесшісі болған жырауды білесіз бе? Бұхар жырау болу керек. Хан бойынша. Дұрыс, өте дұрыс. Екінші сұрағым, Абылай хан қай жылы хан сайланды? 1711-1781 өмір сүрді. 1771-1781 билік етті. Саламатсыз ба? Бір минут уақытыңызды бөле аласыз ба? Иә. Абылай ханның лақап аты қандай болған бала кездегі? Сабалақ. Дұрыс. Оны кім қойған? Төле би. Төле би, дұрыс. Және Абылай ханның әкесінің есімін білесіз бе? Көркем уәли хатты. Дұрыс. Бірінші сұрақ, Абылай хан қай жылдары өмір сүрді? 11. Және 81 жылы қайтыс болды ма? Сондай болды. иә, дұрыс. 1711-1781. Сондай. Бұлай болса, келесі сұрақ. Абылай ханға Төле би қандай лақап ат қойды? Ашын болса. Мен өзім айтып өтсем, Төле би Абылай ханға Сабалақ деген лақап ат қойған. Абылай хан қай жылдары хан болды? 780 10 жыл дейді. Дұрыс. Және келесі сұрақ, Абылай хан қай жерде жерленген? Қазақ өлкесі. Дұрыс.